Марин және оның достары. Мұхиттағы қызықтар. Теңіздің түбі басталды күн. Біздің көңілді Марин жүрек жайнап. Достарға бара жүзіп, кеш батқанша жүрек ойнап. Тақту бәрімен асыр жүгірген. Шытырман оқиға күтеді үнемі алда. Теңіздің түбі құпия, білуден қапы қалма. Күтетін не бар? Алға неке басты. Су астында түрлі қызық күтер. Бар қиындықтар бізді айналып кетер. Кеш батқанда аяқталар ойында. Ал ертесі достармен қосыламыз ойынға. Ешқандай құпия болмасын. Тада! Керемет, балдырдан жасалған желе. Виви желе жегісі келетінін айтқан. Апама айтып, оны жасатып келдім. Дәмді сияқты. Виви мен Лоджик келсе жейік. Оларсыз бастай берсек болмай ма? Марин, сенің де жегін келіп тұр ғой. Дәмдісін ай, керемет. Керемет десең. Енді Виви мен Лоджиктің үлестерін қалдырып қойсақ болады ба? Гога, біз тек өз үлесімізді ғана жейміз. Жарайды, тек бір-бірден алыңдар. Алақай! Мен саған дәмдісін ай. Бұл менің өмірімдегі ең дәмді балдырдан жасалған желе. Тағы да жегін келеді. Шыдай алмайым. Болды. Мен бұл желені арнай Виви үшін әкелгенмін. Кешір, Гога. Дәмін көріп едім, өзім тоқтата алмай қалдым. Кешірші. Бірақ мен Вивиге желе әкеліп берем деп уәде берген ем. Сәлем, достар. Сәлем, Виви. Дәмді бір нәрсенің есі шығып тұр ғой. Сен маған балдырдан жасалған желе әкелдің бе? Жоқ, әкеле алмадым, кешір. Қызық екен. Онда ненің есі шығып тұр? Менің үйге кетуім керек, бөлмем тазалайын деп едім. Мен де апам сабағымды тексерем деген. Ал мен суретке түсіруге бармақ едім. Керемет, бүгін ауа райы тамаша екен. Барып камерамды алып келейін. Не, сабын көпіршіктері? Исін-ай, не деген жағымсыз еді. Ұйықтар алдында суда ашуың керек еді. Ей, Альто! Мұны істеген мен емес, бүлдірген мен емеспін. Мен ұйықтар алдында көп су ішіп қойып едім. Еш нәрсе етпейді, Альто, мен ешкімге айтпаймын. Рахмет, Гого, сенің құпиян сақтай алатыныңды білгем. Жарайды, қазір барып камерамды алып келуім керек еді. Қараңғы батып келе ме? Мұндай жарықпен сурет түсіру үшін үштаған керек. Тездетсем, Мариндікін алып үлгерермін. Бұл қандай күлтелер? Әдемі сынай. Мен өсемін, өспеймін. Мүмкін емес. Мен өсемін, өспеймін, өсемін. Лоджик! Бұл тек мен балашу өнерін зерттеп отырмын. Өйткені ғылымда болашақ туралы көп нәрсе беймәлім. Сен ешкімге айтпайсың ғой, иә? Жарайды. Мен Маринге баруым керек. Сау бол.
Өсемін, өспеймін, өсемін. Марин, маған әлгі өткен жолы сенен алған штағаныңды бере тұрасың ба? Жоқ, мұны маған Руби мәжбүрлеп ішкізді. Мен тек кішкентай кезімді еске түсіргім келген. Бұл екеуміздің арамызда қалсыншы. Жарайды. Міне, сен сұраған штаған. Ал мен кеттім. Сау бол. Сау бол. Мә, саған қараңғыда әдемі екен ғой. Әрине аздап қорқынышты, бірақ жақсы суреттердің шығарына сенімдімін. Бұл қандай дыбыс? Мүмкін бұл елес шығар. Гого? Виви. Қуанып кеттім ғой. Бірақ Виви, қараңғыда не істеп жүрсің? Не ғой, аздап бой жазғым келіп еді. Аздап, бірақ андағың ауыр сияқты ғой. Жоқ, олай емес. Мен емдәм ұстап жүргем. Тек өтінем. Ешкімге айтпашы. Бұл тек екеуміздің арамызда қалсын. Саған құпия ретінде айтайын. Бұл құпия. Ешкімге айтпа. Бұл құпия. Ешкімге Бұл айтпа. тек біздің арамызда қалсын. Ешкімге айтпа. Бұл құпия. Айтайын. Құпия, құпия. Ешкімге айтпа. Ешкімге айтпа. Құпия. Бұл құпия. Екеуміздің арамызда қалсын. Бұл Ешкімге құпия. айтпа. Ешкімге айтпа. Марин және оның достары. Гого. Жоқ, бұдан әрі шыдай алмаймын. Саған не болды? Еш нәрсе. Достарымның бәрі құпияларын менімен бөліседі. Мен бұдан шаршадым. Сен ол құпияның бәрін өзіңде сақтап, олар саған тыныштық бермей жатыр ма? Дәл солай, жарылып кететін сияқтымын. Бұлай болмайды. Сен бір тыныш жерге барды, бұлай деп айғайлап, бәрін айт. Көмектеседі деп ойлайсың ба? Көмектеседі. Альто мен Марин достарының рұқсатынсыз десертті жеп қойды. Виви жаттығып емдәм ұстап жүр. Ал Альто төсекті бүлдірді. Лоджик түймедақпен бал ашты. Марин сәбидің бөтелкесімен су ішеді. Шынымен де жеңілдеп қалдым. Бүгін немен айналсамыз? Мүмкін сурет салармыз. Мен сендерге көмектесем. Альто, достарыңа олай істеуге болмайды. Қайырлы күн. Сәлем, Альто, Марин, сендер десертті бөлісулерің керек еді. Достарыңнан жасырып жеп қойғандарың дұрыс емес. Ендігәрі олай істемеңдер. Балдырдан жасалған желені сендер жедіңдер ме? Кешір, Альто ғой, жиектеп қоймай қойды. Сен өзіңде жегің келді ғой. Я, көп жейтінің сонша төсекті бүлдіретініңе таңғалуға болмайды. Ғалымдар қашаннан бері түймедақпен балашатын болған. Мен. Бірақ саған Лоджик, сен де гүлдермен балашасың ғой. Гүлдерімнің керемет екенін білген едім. Неден керемет? Сенің дөңгелектеріңнен бе? Бірақ Лоджик, сен қайдан білдің? Күшің болса, ақылдың керегі жоқ. Не дедің, төсек бүлдіргіш? Қане қайтала. Ей, балалар, соғыстаңдар. Альто болды, қойсаң Марин, шенді. үйіңе барып бөтелкеңді алып келсеңші. Сен қайдан білдің? Бұл туралы өзімнен басқа бір адам да білмейтін. Я, мен туралы да. Мен туралы да. Я, дәл солай. Сен екенсің ғой бәріне жайған. Жоқ, мен емес. Рас па? Сонда сен ешкімге айтпадың ба? Мен тек бір рет қана айтқанмын, бірақ бұл тек... Біліп едім, сен екенсің ғой. Сенімен дос емеспіз. Кешіріңдерші. Тоқтаңдаршы, егер ол шынымен де ешкімге айтпаған болсашы. Бірақ менің жаттығуым туралы тек Гого ғана білетін. Мұны соңына дейін жеткізу керек. Біз құпияны кім айтып қойғанын анықтауымыз керек.
мен бәрін мұғалімдеріңден білдім. Маған дәрігер әжей айтты. Мариннің әкесі айтты-ау деймін. Роби, маған сен айттың ба? Иә, меніңше мұны Кан мырза айтты. Иә, шұңқырда жұмыс істеп жатқанмын. Кенет біреу келіп осының бәрін айғайлап айтты. Ант етейін, мен ешкімге еш нәрсе айтқан жоқпын. Тек бәрі ішіме сыймай кетті. Мені ешкім естімеген шығар деп ойладым. Мен тек көңілім жабырқап осында келіп ішімдегі құпияның бәрін шығардым. Гого, Достар, біз саған соншалықты ауыр болғанын білмеппіз. Гого, өтінем, мені кешірші. Біздің құпиямыздың бәрін сақтап жүру саған ауыр болатынын өзіміз де білуіміз керек еді. Иә, енді бұдан кейін бір-бірімізден сыр жасырмайықшы. Гого, енді барлық құпияңды айтатын сенің кезегің. Иә, енді тек сенің ғана құпияң қалды. Қане айтсаңшы. Біз сені тыңдап тұрмыз. Айтсаңшы енді, Гого. Менде ешқандай құпия жоқ. Гого, айтсаңшы. Гого! Гого, Гого! айтсаңшы. Менде ешқандай құпия жоқ. Маржантас гүлдерін қалай өсіру керек? Сонымен біз гүлдерді күтуді үйренеміз. Сендердің әрқайсыңа маржантас гүлін бердім. Егер оған дұрыс күтім жасасаңдар, ол гүл ашып, тосын сый болады. Тосын сыйма ол қандай? Гүлдегенше күтіңдер, өздерің көресіңдер. Бірақ олар гүлдеу үшін не істеуіміз керек? Біріншіден, оны күн сайын планктонмен қоректендіресіңдер. Және тұрақты температураны сақтап зиянкестерден қорғау керек. Дұрыс айтасың, және маңызды бір нәрсе бар. Ол не? Онымен шын жүрегімен сөйлесуің керек. Сөйлесу? Маржантас гүлдері шынымен де біздің айтқанымызды ести ме? Әрине, сендердің гүлдерің де тірі ағза ғой. Кімнің гүлі бірінші ашылады екен? Әрине менікі. Не? Мен енді ең ақылдымын ғой. Оның не қатысы бар? Ақыл гүлдің күтіміне көмектесе ме? Міне. Көрде тұрыңдар, ақылдың көмегін көп ұзамай көресіңдер. Сен оған ерекше қарайсың ба? Әзірге айтпаймын. Апам тамақ ішіп, үзіліс жасасын деді. Рахмет. Әке, мен бір нәрсе ойлап отырмын. Маржантас гүл ашу үшін не істеуім керек? Сен маржантас гүлін өсіргің келе ме? Иә, мұғалім гүл ашқанша маржантас гүліне қамқор болыңдар деп тапсырма берді. Менің ойымша, тірі ағзаның өсуіне көмектесу үшін ең бастысы сүйіспеншілік пен қамқорлық керек. Иә. Сүйіспеншілік пен қамқорлық? Қане тәтті тоқаштан жеп алшы. Ал, қалай? Дәмді сынай. Бұдан апаңның сүйіспеншілігі мен қамқорлығын сезін тұрсың ба? Сүйіспеншілік пен қамқорлықтың не екенін түсіндің бе? Түсіндім. Рахмет, әкетай. Қазақ ол дұрыс түсінді ме екен? Ла-ла-ла-ла-ла. Егер сенің айналаң әдемі болса, сен тезірек өсесің. Қараш, сен үшін қандай әдемі су құйғыш әкелдім. Сонда бұл оның өсуіне көмектесе ме? Әрине, әдемі заттар кімге болса да ұнайды ғой. Олай емес, мысалы маған ұнамайды. Мына сылдырмақтарыңның бәрі сұмдық. Бір, екі. Тірі ағзаның жақсы өсу үшін көп жаттығу керек. Қайдағын айтпа. Гого, ал сен гүліңе қалай күтім жасайсың? Мен тек мұғалім қалай айтты, солай жасайым. Содан гүл аша ма? Көрерміз. Достар! Бұл Марин! Сендер осындасыңдар ма? Мен маржантас гүлімді безендіру үшін келдім. Марин, сенікіне де лента тағып берейін бе? Сонда екеуміздің гүліміз жұп болады. Не ғой, ренжімеш, мен лентаны ұнатпаушы едім. Екеуміздің гүліміз жұп болса деп едім. Марин, бұл не? Бұл сүйіспеншілік пен қамқорлықпен жасалған тәтті тоқаш. Мәссаған! Рахмет! Жоқ, кешір, Альто, бұл саған емес. Бірақ гүлге не үшін тәтті тоқаш іліп жатырсың? Әкем маржантас гүлі өсу үшін сүйіспеншілік пен қамқорлық керек деді. Ал тәтті тоқаштың бұған қандай қатысы бар? Бұл тәтті тоқашта менің анамның сүйіспеншілігі мен қамқорлығы бар. Жей ғой, сүйкімді гүлім. Гүлдің тоқаш жегенін естімеппін. Қызық, лоджик қайда екен? Біраз ұйықтап алу керек пе еді? Олар көргенде қызғанатын болды.
Мен өзі кімге тартқан ақылды екенін. Тамаша! Тамаша! О, Менің өнер табысым гүлді өсіруге арналған автоматты әйнегі сонда ыдыс. гүлді әйнегі ыдысқа салсаң, ол бәрін сен үшін істей ме? Қараңдар. Таймерді орнатамын, ал әйнегі ыдыс гүлді автоматты түрде өзі қоректендіреді. Ал мынау қандай тетік? Автоматты әңгімелесу. Қараңдар. Басамын. Сәлем, сүйкімді гүл. Бүгін мен саған көк киттер туралы айтып беремін. Көк киттер. Және арнайы әйнектің арқасында зиянкестер кіре алмайды. Лоджик, А. сен данышпансың. Айттым ғой, ақылдың гүл өсіруге тікелей қатысы бар. Ал енді ренжімеңдер, менің сабақ оқуым керек. Лоджик, маған да бір әйнегі ыдыс жасап берші. Марин, біз де сұрап көрейік бе? Енді... Лоджик! Гого, сен неге әйнегіді сұрамадың? Жоқ, рахмет, мен өз гүліме өзім қамқор болам. Өкінесің ғой. Мүмкін, бірақ мен өзім байқап көргім келеді. Қызық, гүл ашқан кезде қандай тосын сый болады екен? Уақыты келгенде көрерміз. Ей, балалар, сырғанақтың жанына жиналайық. Олар менің достарым. Марин көңілді, Альто күшті, Лоджик ақылды, ал Вива әдемі. Саған да менің достарым ұнайды ғой, иә? Мына желдай. Суық тиіп ауырып қалмайық. Балалар, менің кетуім керек. Қайда? Ойнайық та. Мектепке барып гүлімді көріп келем. Сау болыңдар, көріскенше. Ол ауа райы бұзылғанда гүлін уайымдаған шығар. Егер ол да гүлін әйнегі ыдысқа салғанда бізбен ойнауға қалар еді. Иә, бостан босқа уақытын кетіріп жүр. Марин және оның достары. Не Гогоның гүлін еліктен біздікінен бұрын қауызын ашқан. Лоджик, не үшін? Ал біздікі өзгеріссіз қалыпты. Білмеймін, бағдарлама бойынша біздің гүлдер енді қауызын ашу керек. Сен қуануың керек, Гого. Сенің гүлің көп замай ашылады. Білем, тосын сыйды көргенше шыдай алар емеспін. Гогоның гүлі қауызын жарыпты ғой, құттықтаймын. Рахмет. Ханым, бізде гүлдерімізге қамқор болдық, бірақ олар неге гүл ашпайды? Гогоның гүлі бірінші болып қауызын ашқан себебі ол оған сүйіспеншілікпен және қамқорлықпен қараған. Әкем де солай деген еді. Бірақ гүлге сүйіспеншілік пен қамқорлықты қалай көрсету керек? Гого сияқты. Гого сияқты. Гого сияқты. Гого гүлін қоректендіру үшін ерте келеді. Сендер ойнауға кеткенде Гого қалып гүлімен сөйлеседі. Ал қатты жел соққан кезде ол келіп гүліне қамқор болды. Өздерің ойлаңдаршы, ата-аналарың сендерді әйнегі ыдысқа салып қойса, өздеріңді қалай сезінер едіңдер? Мен ренжіп қалар едім. Көрдіңдер ме? Ой. Түсінсем бұйырмасын, сонда маржантас гүлдері шынымен де біздің қандай сезімде екенімізді біле ме? Әрине, олар да тірі ағза ғой. Дұрыс, мен енді Гого сияқты гүліме өзім қамқор болам. Мен де. Бірақ менің әйнегі ыдысым мінсіз сияқты еді ғой. Міне менің уылдырықпен балбалдан Мәссаған. жасалған жаңа тортым. Үш дегенде бастаймыз. Ал кеттік. Тортқа келгенде екеуіңнің қайсың бала, қайсың ересек адам екендеріңді түсінбей қалам. Бір. Мына желдай. Екі. Үш. Маған кету керек, кешіріңіздер. Төрт ше. Келген соң жеймін, барып гүлімнің жағдайын тексеріп келейін. Тез келем. Маринге маржантас гүліне қамқор болғанын айтын сияқты. Я ол сүйіспеншілік пен қамқорлықтың не екені енді түсінген сияқты. Марин келгенше күте тұр. Өзім де солай істегелі отырғам. Сен де осындасың ба? Гүлімді тексерейін деп келгем, жел күшейіп кетті ғой, сол үшін қоршап қойдым. Рахмет. Сен екеуің де осындасыңдар ма?
Иә, Альто бірінші келіп біздің маржантас гүлдерімізді желден қорғап қоршап қойыпты. Бәрін қоршап қойып па? Жақсы болды ғой. Рахмет айтсаң болар еді ғой. Достар, қалай ойлайсыңдар, егер гүлдер биін билесе, гүлдеріміз тезірек қауышаратын шығар? Бұл міндетті ме? Байқап көрейік, бұл гүлдер биі ғой, бәлкім гүлімізге ұнап қалар. Қатты ұнайтын шығар. Қане, менің артымнан қайталаңдар. Сүйкімді гүл. Біз сен үшін сүйіспеншілік пен қамқорлыққа толы би билеп береміз. Сүйкімді гүл, біз сен үшін сүйіспеншілік пен қамқорлыққа толы би билеп береміз. Ей, достар, қараңдар, олар гүл ашты. Мұны шынымен де біз істедік пе, ойлап қараңдаршы, олар кішкентай ұрықтан өсіп шықты. Ого, сенің биің көмектеседі екен. Олар қандай әдемі. Түс. Менің ойнағым келеді. Виви неге кешігіп жатыр екен? Достар, кешіккенім үшін ренжімеңдер. Сәлем, Виви. Виви, сен неге бізді күттіріп қоясың? Виви, сен кімді ертіп келгенсің? Менің туысқан сіңлім Лин. Сәлем. Әдемісін ай. Әрине, маған тартқан ғой. Сондықтан онымен жақсы қарым-қатынас жасаңдар. Дос болайық. Лин, мен Маринмін, сәлем. Ал мен Гогомын, тіл табысып кетеміз деп ойлаймын. Менің атым Лоджик. Егер аквавилла туралы бір нәрсе білгің келсе, менен сұрау өйткені мен қаладағы ең ақылды балаға айықпын. Ал мен Альтомын. Лин, екеуміз жан достар болайықшы. Дос боламыз. Ал енді бәріміз ойнауға барайық. О, не дегенің? Лин мұнда бірінші рет келіп тұр, оған қаланы көрсету керек. Дұрыс, қаланың ішіне саяхат жасаймыз. Әуелі қайда жүземіз? Қаламыздың кез келген қонағы өзін жақсы сезінетін жерге барамыз. Ол қандай жер? Саған әдемісін ай. Саған бұл жер ұнайды деп айтпап едім. Дүрбіммен қарағың келе ме? Оны қалай қарау керегін мен көрсетейін. Менің де көргім келеді. Қандай әдемі гүл. Одан керемет айналмақ шығады. Ай, Виви, қарашы. Вивиге біз сізде көңілді. Виви, сен не көріп қойдың? Ана жақта бір гүл тұр, өзі сондай әдемі екен. Расымен де, ол тура сенің ұнататын гүлің екен. Ал, әрі қарай көңіл көтеруге барайық. Кеттік. Аквавиллада қызықты жерлер өте көп. Тоқтаңдар! Марин, сен тура менің ағам сияқтысың. Аға? Тілі шыққан кезде Руби де мені аға дейтін шығар. Ағатай. Марин, мен де байқап көргім келеді. Қане, Марин, Линнің де байқап көргісі келеді. Енді атбалықты таңдап, оған тәттілерді көрсет. Енді атбалықты таңдап, оған тәттілерді Қане көрсет. байқап көр. Алақай қолымнан келді. Керемет, Линнин. Тағы көресің ме? Олар бір-бірімен тым жақын араласып кеткен сияқты. Ол тіпті тәттін аузына салып жатыр. Маған ешқашан олай істемеген еді. Қалай ойлайсың, олар бір-бірін ұната ма? Әрине жоқ, танысқандары бүгін ғана ғой. Виви, бұл сондай көңілді екен. Сен де байқап көрші. Қойшы, көңілсіз ғой. Мен үйге кеттім.
Мен көрейінші, а? Виви, тоқта! Лин. Альто, бізде кетуіміз керек. Бүгін көңілді болды, Достарың жақсы екен, әсіресе Марин. Тура менің ағам сияқты. Ол сондай сүйкімді. Тыныш, Лилин, көп сөйлей берме. Кешір, Лилин, енді жалғыз ойнауыңа тура келеді. Сені Маринның жанына жібере алмаймын. Қайырлы таң, достар. Алла, Лин қайда? Сен жалғыз келдің бе? Біз осындамыз. Неге бірге жүрсіңдер? Жолда кездесіп қалдық. Сәлем, неге менсіз кетіп қалғансың? Алло, мен бүгін баратын жерлерді жоспарлап қойдым. Қараңдар, баратын жерді өзің таңдасаң болады. Марин және оның достары. Виви, саған не болды? Еш нәрсе. Жарайды, енді не істейтінімізді шешейік. Оларды айыру керек. Мен де соны ойлап тұрмын. Екеуміз күшімізді біріктіріп, оларды ажыратайық. Мейлі. Достар, біз бүгін тұтас қанатпен сырғанауға барамыз. Жақсы ой емес пе? Кеттік. Марин, сені 1 минутқа бола ма? Не болды? Көп бөгемеймін. Ал сендер кете беріңдер. Кеттік, достар. Виви, сау бол! Мынау саған, Марин. Сыйлық. Мә саған, өзің жасадың ба? Әдемісің, ай. Сенің айналмақты жақсы көретініңді біліп, біреуін саған арнап жасадым. Рахмет, Виви. Бірақ қазір ойынға баруымыз керек. Әзірше осында қалдырып кетейін. Үйге кетіп бара жатып алып кетемін. Кеттік. Балдырдан жасалған орамалар не үшін керек? Егер оларды тұтас қанаттарға берсек, олар бізді арқасына отырғызып қыдыртады. Қара. Лин, оның арқасына отыруға тырысып көр. Тоқтаңдар. Сендер шеусіңдер. Шеуің бірдей мінсеңдер, тұтас қанатқа ауыр болып кету мүмкін. Онда екекіден отырайық. Виви, мен сенімен отырамын. Сендер екеуің бірге жүзіңдер. Тұтас қанат, алға. Виви! Ленин, қолыңды бұлай жайып көр. Желді сезесің бе? Бұл көңілсіз ғой, мен кеттім. Лин, тоқта! Не болды? Көңілсіз бе не? Әлде тұтас қанаттан қорқасың ба? Не істесек екен? Мүмкін, сурет салармыз. Жаттығамыз ба? Футбол. Кітаптар, шаяндар. Пакет. Мұнда не бар екен көрейік? Мынау әлгі гүл ғой. Не, саған ұнай ма? Алғың келе ме? Рас па? Алуға бола ма? Әрине болады. Алақай, рахмет, Альто. Сендер осындасыңдар ма? Қолыңдағы не? Виви мына гүлді көріп қатты ұнатқан еді. Мұндай сыйлыққа мұны ол Вивиге қуанып сыйлағың келе ме? Виви, қарашы. Мұның не? Гүлді қайдан алдың? Мен мұны Маринге сыйлағанмын. Соның заты болғандықтан алып алдың ба? Жоға, мен... Тыңдаш, Виви, ол мұның Маринге сыйлаған сыйлығың екенін білмеді. Мен мұны бұрыштан көріп қалып, ала бер дегенмін, мен кінәлімін. Не? Ленин бұл гүлді сенің ұнататыныңды біліп, саған сыйламақ болған еді. Дұрыс айтады. Ол саған осындай гүлдердің ұнайтынын айтқан. Лин! Виви мені жек көреді. Лин! Мен сені іздедім ғой. Сен мені жек көресің ғой. Неге іздедің? Жоға,
мен сені қатты жақсы көрем. өтірік, менімен ойнамай қойдың. Сенің көңілің көтеріліп қалатын шығар деп әлгі гүлді сыйлаған едім. Сен керісінше бірден ашуланып шыға келдің. Бұл қалай болғаны, Виви? Кешірші. Мен бәрін дұрыс түсінбедім. Мен сені қатты жақсы көрем ғой, Линлин. Рас па? Әрине, екеуміз ғана ойнайықшы. Жарайды. А, Сендер достасып алдыңдар ма? Иә, жақсы болды ғой. ал енді ойнауға барамыз ба? Бүгін Виви екеуміз ғана ойнаймыз. Ал бірақ бірге ойнасақ көңіл деді ғой. Виви, Линлин. Тыныштал. Сені ешкім шақырған жоқ. Ой. Марин бәрінен жылдам. А? Сонымен, ультра супер жаттығуға дайынсыңдар ма? Иә. А? О, Марин, сенің жылдамдығың керемет. Иә, секіргенің де ғажап болды. Бұл біреуге туғаннан беріледі дейді. Меніңше бұл 70% генетиканың әсері. Қойыңдарш, бұл бос сөз. Айтпақшы, Виви неге әлі келмеген? Балалар, Кімді айтсаң сол келеді дегенді білесіңдер ме? Дәл Вивиға арналған. сәнді түйреуішім қалай екен? Әке мұны сапардан әкеп берді. Оны күні бойы арқалап жүру қиын емес пе? Альто, сән жағынан сенің хабарың жоқ. Марин, ал саған ұнай ма? Ол өте әдемі екен. Рас па? Білесің бе Иә. талғамыңның жақсы екенін үнемі айтатынмын. Ал тасы расымен де бағалы ма? Көрсетейін бе? Менің түйреуішімді қайта. Виви, мен оны саған қайтарып берем. Оның жылдам екенін үнемі ұмытып қалам. Жылдам болса жылдам шығар, бірақ Марлинді қуып жете алмайды. Дұрыс, марлиндер мұхиттағы ең жылдам Олай балықтар. емес. Марин кез келген балықтан жылдам жүзеді. Және ол түйреуішімді әкеліп береді. Біздікіне тұрыс, кеттік, көрейік. Иә, Жүріңдер. жүріңдер. Ей! Ей! Ей, түйреуішті қайтар! Аха. Айттым ғой, Марлинді қуып жету мүмкін емес. Енді қайттым менің түйреуішім. Өкінішті-ақ, Виви, мен оны барынша қуып жетуге тырыстым. Жаман балық. Ол түйреуішті бір-ақ рет тағып едім. Саған жаным ашып тұр. Иә, түйреуішті шешпеуің керек еді. Жағдай солай болып қалды ғой. Маған бәрібір. Менің түйреуішім. Мені кешір. Бұл жерде ешкім кінәлі емес қой. Ой. Марлинге Вивидің түйреуіші не үшін керек бола қалды? Бұл балықтар үнемі жылтыр заттарды алып кетеді. Дұрыс, өткенде олардың біреуі әкемнің полицейлік жетонын ұрламақшы болды. Бірақ Марлин қалай тез жүзеді? Мүмкін денесі ұзын болғандықтан шығар. Лоджик, сенің білмейтін нәрсең бар ма осы? Егер бұл айтқаным дұрыс болса, оны қалай ұстау керектігін білетін сияқтымын. Рас па? Әрине. Қызық, Лоджиктің жоспары қандай екен? Мүмкін тағы бір пайдасыз өнер табыс шығар. Солай болсын делік, бірақ Лоджик қайда? Лоджик, бұл не? Бұл менің соңғы өнер табысым. Егер мұны кисең, Марлинді қуып жете аласың. Мен күлкіл көрінем ба? Бәрібір емес пе, мүмкін күлкіл көрінетін шығарсың, бірақ есесіне бұл судың кедергісін азайтады. Лоджик, осының көмегімен Вивидің түйреуішін әкеліп беретінім анық па? Қараңдар, ол жүзіп келеді. Бип, 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 алға!
тағы да жіберіп алдың ба? Ал маған оны қуып жеткендей болып көріндің, не болды? Бұрылыста айырылып қалдым. Оларға тез жақындағанымен кең доға жасап әзер бұрылдым. Марлиндер бұрылыста да тез қимылдай ма? Оның құйрығын тез желпитін сонша шағын радиуспен қозғалады. Меніңше марлиндер біз ойлағаннан да ақылдырақ секілді. Демек, әлі де жұмыс істеуімізге тура келеді. Марин және оның достары! Сонымен, не істеу керектігін бәрің білесіңдер ме? Ендеше Альто, Виви, орындарыңа тұрыңдар. Марин, Гого, дайынсыңдар ма? Ал мына құралдың көмегімен тез жүзіп кете аламын ба? Мен түсіндірдім ғой, бұл құралды тез жүзіп шығуың үшін ойлап таптым. Меніңше бұл саған мәреде күш беретін секілді. Гого, ол жүзіп барады. Қане? Марин, баста! Алға, Марин! Я! Рахмет! Ей, жолдан қаш! Жолдан қаш! Виви, кешір. Түйреуішіңді расымен де қайтарып бергім келген. Түк етпейді. Білем, сендер барынша тырыстыңдар. Марлиндердің осынша тез жүзетіндерін білмеппін. Меніңше теориялық тұрғыдан оны қуып жету мүмкін емес. Және миым да ойланудан шаршаған сияқты. Бүгінге осы да жете. Марин! Бұл менің әкем. Марин! Әке! Мұнда екенсің ғой, сен іздемеген жерім жоқ. Достарың да осында екен, не ойнап жатырсыңдар? Ойнап жатқан жоқпыз. Мен тереуішімді жоғалтып алдым, ал Марин оны қайтарып беруге тырысты. Тереуішіңді ме? Иә, оны әкем сыйлаған болатын. Бірақ Марлин жүзіп келіп, оны алып кетті. Марлин бе? Иә, тек ол тым жылдам жүзетін болып шықты. Ал мен оны қуып жете алмадым. Марин қанша жылдам жүзсе де Марлинде сумақай, оны ұстап алу мүмкін емес. Солай ма? Иә, менің еңсем түсіп кетті. Оны қуып жетуге сәл қалып еді. Басында бізде мүмкіндік болған жоқ. Бірақ мен бір нәрсе жасап, Марлинді ұстаудың жоспарын құрдым. Және ол жүзеге асуға сәл қалды. Солай ма, Марин? Рас па? Иә. Марин тағы да тырысып көрсең қайтеді. Ал мен көрейін. Лоджикті тыңдама, өз күшіңе сен. Расымен де қарап тұрасың ба? Әрине, қара, Марлин жүзіп келеді. Ал, дайынсың ба? Иә. Тағы да сытылып кетті. Ей, сен мен ойлағаннан жылдамырақ екенсің. Сенің жасыңда мен олай жүз алмайтым. Рас па? Бірақ Марлинді бәрібір ұстай алмаймын ғой. Қазір сендерге не көрсететінімді қараңдар. Виви, бал ашуға арналған гүлдерің өзіңде ме? Бері тұрасың ба? Иә, оларды үнемі алып жүрем. Кім білет, біреуге керек боп қалатын шығар. Мен тіпті сүйікті гүлімді сізге берем. Міне. Рахмет. Ал айырмашылықты байқадыңдар ма? Күлтелер қимылдап тұр, басқа ештеңе байқамай тұрмын. Мен түсіндім, су әртүрлі бағытта жүзіп барады. Иә, Лоджик, сен өте ақылдысың. Мұндай бағыт ағын деп аталады. Және түрлі тереңдікте ол әртүрлі болады. Иә, тек бұл Марлинді ұстауымызға қалай көмектеседі? Егер Марлин ағынмен, ал Марин қарсы жүзетін болса, онда... Егер олар бірдей жылдамдықпен, бірақ Марин ағынға қарсы жүзетін болса, ол жеңіледі. Иә, сен дұрыс түсіндің. Демек, егер мен жоғарғы ағынмен жүзетін болсам, Марлинді ұстауға мүмкіндігім болады ғой. Өте дұрыс, мүмкіндігің әлде қайда көбірек болады. Ендеше мен тырысып көрейін. Вивидің түйреуішін қайтсем де қайтарам. Жарайды, ендеше дайындалыңдар. Иә. Жүзіп келеді. Бұл әлгі Марлин. Марин, сен өте тез жүздің, керемет. Теориялық тұрғыдан Марлинді қуып жету мүмкін емес дегенім дұрыс болмаған екен.
Жарайсың, Марин. Марин, сен жарадың. Виви, түйреуішің міне. Рахмет, сен керемет жүздің, тым жылдам екенсің. Егер ағыммен жүзсем, мен де оны қуып жететін едім. Қуып жететін едім дейм. Әке, сен мені не үшін іздеп едің? Апаң сенің сүйікті тортыңды пісірді, сені шақырып жат. Торт деймісің, ендеше тезірек жүзейік. Бұлай болсын, үйге кім бірінші жүзіп жетсе, торттың бәрін сол жей. Келістік, бірден жүзелік. Марин, тоқта, кездескенше балалар. Марин! Мәссаған, Марин расымен де жылдам екен. Я әсіресе торт десе барын салат. Марин, тоқта! 32-ші бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2017 жыл. Теңіздің түбі басталды күн, біздің көңілді